Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Азиза. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз мамықтай жұмсақ пирожки жасайтын боламыз. Маған сеніңіз, бұл ең сәтті рецепттердің бірі. Пирожкиіңіз шынында да ауызда еритін мамықтай жұмсақ болып шығады. Ең алдымен 2 жұмыртқаның сарыуызын шағып аламыз. Сосын оның үстіне ерітілген сары майымызды немесе маргаринімізді қосамыз. 2 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 350-400 мл жылы су құямыз үстіне, және 1 ас қасық құрғақ ашытқымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Ерегіштен өткізілген ұнды қажетіне қарай қосып қамыр илейміз. Ингредиенттердің құрамын, толық мөлшерін описанияда жазып қалдырамын видеоның астына. Ұнымызды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қолға басында жабысып тұрады. Көп ұн қосып жібермеңіздер, ол солай болу керек. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Бірақ аса қатты сұйық емес, осылай видеодағыдай жұмсақ болу керек. Қолдарыңызды майлап отырып илеңіздер, сонда қолға жабыспайды. Енді бұл дайын болған илеп қойған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Арадан 1 сағат өтіп қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді бұны ұсақ бөлшектерге бөліп, домалақтап аламыз. Дәл осылай домалақтап аламыз барлық бөлінген қамырларымызды. Бетін 5 минут, 10 минутқа жауып қоямыз. Енді картошкамызды қайнатып, картобымызды алдын ала қайнатып, езіп алдық. Енді жаңағы қамырларымызды қолымызбен басып, шетін жұқартамыз. Ортасы қалыңдау болады. Шетін жұқалау етіп басып шығамыз да, осылай 2 шетін бір-біріне жабыстырып, түйіп шығамыз. Дәл видеода көргеніңіздей. Осылай дұрыстап қатты қолымызбен қысып жабыстырып аламыз. Және жабыстырған бөлігімізді астына қаратып қойсаңыздар, жабысып әдемі болып тұрады. Дәл осылай істеп шығамыз. Бүкіл пирожкилерімізді дайындап аламыз. Бұл аралықта майымызды отқа қойып қойыңыздар, қызып тұрсын. Қызған майда орташа алауда пирожкилерімізді 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз өте жұмсақ, мамықтай болып шығады. Сізде жасап көріңіз. Бұл рецепт сізге ұнайтыны 100% сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.